Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз ол электротерістілік және де Льюис структурасына мән береміз, яғни Льюис құрылымына мән береміз. Жалпы электротерістілік дегеніміз не? Электротерістілік дегеніміз қандай да бір элементтің электронды өзіне тарту қабілеті. Мысалға, біздің білуімізше элементтер үшке бөлінеді. Металл, екі дайлы металдар дейді, екі де жазып қояйық. Сонымен бейметалдар. Екі дайлы металдарды қарастырмаймыз, тек металдар мен бейметалдарды ғана қарастырайық. Енді бұл жерде екеуінің арасында қандай байланыстар туы мүмкін? Металл плюс металл болуы мүмкін, металл плюс бейметалл болуы мүмкін, және де бейметалдардың арасында да қандай да бір байланыс болуы мүмкін. Енді олардың қосындысы неге тең болады? Яғни қандай да бір металды қарастырайық, ол натрий немесе магний, дәл солай сияқты. Яғни металдардың арасында қандай байланыс? Ол әрине металдық байланыс деп аталады. Байланыс түріне келетін болсақ. Металл мен бейметалл арасында иондық байланыс, бейметалл мен бейметалл арасында коваленттік байланыс орын алады. Біз көріп тұрғанымыздай байланыстың үш түрі бар. Ол металдық, иондық және коваленттік. Ал коваленттіктің өзі екіге бөлінетін кейін қарастыра жатамыз. Осы жерде орын алатын сұрақ. Металл, бейметалл екенін қалай ажыратуға болады? Сендерге сабақта айту бойынша ол былай делінген болатын мектепте. Яғни біз бордан астатқа шейін диагональ жүргіземіз. Яғни диагональдің үстінде орналасқан элементтер, яғни мыналар, бұлар бейметалдар болып анықталады. Ал одан төмен орналасқан элементтер, яғни мыналар, олар металдар болып анықталады. Ал сол сызықтың бойында жатқандар, ол екі дайлы элементтер немесе металлоидтар деп аталады. Екі дайлы элемент деп жазып қояйын, екі дайлы. Осылай анықталған болатын. Яғни осылай анықталған болатын. Енді бейметалға қандай қасиет тән және де металға қандай қасиет тән екеніне назар аударайық. Біздің білуімізше бейметалға әрдайым металды электронды тартып алу қасиеті тән. Оны немен түсіндіруге болады? Оны электротерістілікпен түсіндіруге болады. Яғни электротерістілік дегеніміз электронды тартып алу қабілеті. Сол сан, яғни электротерістілік дәрежесі жоғары болған сайын элементтің басқа өзге элементтен электронды тартып алу қабілеті жоғарылайды. Мысалға, фтор және де литийді қарастырайық. Полюссіз коваленттік байланыс байланысатын атомдардың электртерістілік мәндері бірдей немесе өте жақын болған кезде түзіледі. Сол себепті бірдей элемент атомдардың арасындағы коваленттік байланыс әрқашан полюссіз болады. Екі әртүрлі элемент тек белгілі бір жағдайларда ғана полюссіз байланыс түзе алады. Мысалы, күкірт көміртек байланысы полюссіз, өйткені екі элементтің электртерістіктері бір-біріне өте жақын. Басқа коваленттік байланыстар белгілі бір дәрежеде полюсті болады. Полюстілік байланысқан атомдар арасындағы электртерістілік айырмашылығына байланысты артады. Мысалы, күкірт пен оттек арасындағы электртерістілік айырмашылығы шамамен бір бірлікке тең. Демек, күкірт пен оттек атомында ішінара оң заряд болатын күшті полюсті байланыс түзеді. Натрийдің электртерістілігі күкірттікіне қарағанда 1,6 бірлікке кем. Күкірт натрий байланысының полюстенуі күшті болғаны соншалық, байланысқан электрондар жұбы күкірт атомына толықтай ығысуы мүмкін. Бұл жағдайда иондар жұбы түзілетте, байланыс иондық сипатқа ие болады. Иондық байланыстар табиғаты бойынша полюсті, бірақ коваленттік сипатта көрсете алады. Катион кішкентай болып, үлкен оң зарядты тасымалдаған кезде, ол электрондарды өзіне қарай тартуға бейім болады. Бір жағынан үлкен теріс зарядты үлкен аниондардағы электрондар болты оңай бұрмаланады. Егер осында екі ион иондық байланыс түзетін болса, анионның электрон тығыздығының біраз бөлігі катионға қарай ығысады. Бұл өз кезегінде иондық байланысқа біраз коваленттік сипат береді. Мысалы, литий иодидіндегі иондық байланыстан біраз коваленттік қасиет көруге болады.
Хлор атомының сыртқы электрондық қабатында 7 электрон бар. Сыртқы электрондық қабатын толтырып, аргонның тұрақты электрондық конфигурациясына жету үшін оған тек бір электрон ғана қажет. Сондықтан хлор атомы натрий сияқты электронын жоғалтуға бейім атомдардың электронын оңай қабылдай алады. Сөйтіп ол хлорид ионға айналады. Алайда егер екі хлор атомы молекулаға біріксе, олардың ешқайсысы электронын жоғалтпайды. Себебі ол тұрақты электрондық конфигурацияның түзілуіне әкелмейді. Бұл жағдайда хлордың екі атомы ортақтаса қолдану үшін бір-бір электроннан береді. Яғни әрбір атом өзінің сыртқы электрондық қабатын 8 электронға дейін толтыратын қосымша электронға ие болады. Осылайша, хлор атомдары өзара ортақ электрон жұбымен байланысады. Байланыстың бұл түрі коваленттік байланыс деп аталады. Байланысты түзетін электрондар жұбы хлордың екі атомына да бірдей тиесілі. Льюис құрылымы. Льюис құрылымы деген не екеніне назар аударайық. Фтор екінші периодта орналасқан. Біз атап өткендей, бірінші периодта қанша элемент бар? 2 элемент, сондықтан фтордың бірінші электрондық деңгейінде 2 электрон орналасқан. Кеттік. Келесі, екінші периодта фторға дейін, фтордың өзін санағанда 7 элемент бар. Яғни фтордың екінші деңгейшесінде сәйкесінше 7 электрон болады. Оны бірінші сызбас бұрын ережемен таныс болайық, яғни Льюис структурасы бойынша ең алдымен алғашқы 4 электрон болатын болса, оны 4 жаққа сызу керек. Енді осы жерден литийге көшейік. Литий қателеспесем, литийда екінші периодта орналасқан. Оның да 2 электрондық деңгейі бар. Бірінші периодта, яғни бірінші электрондық деңгейде литийде 2 электрон болады. Оны X пен белгілейміз. Ал соңғы қабатта, яғни екінші қабатта, сыртқы қабатында оның тек бір ғана электроны бар. Оны X пен белгілейміз. Жалпы Льюис диаграммасы бойынша нүктелер мен кресттер диаграммасы, яғни осы жерден көріп тұрғанымыздай фтор және литий қосылысы. Осы жерден көріп тұрғанымыздай фтордың электротерістілік қабілеті 4-ге тең, ал литийдігі 1-ге тең, яғни фтор бұл жерде электронды тартып алады. Енді мына жерге назар аударайық. Фторда 9 электрон бар, сыртқы қабатында 7, ал литийде бір ғана электрон бар сыртқы қабатында. Яғни тұрақты конфигурация үшін, бізде тұрақты конфигурация ол 8-ші топ. Фторға 8-ші топқа жету үшін бір ғана электрон қажет, немесе 7 электроннан құтылу керек. Оған 7 электроннан құтылғаннан көрі бір электронды қосып алған тиімдірек. Сол себепті ол литийдің электронын өзіне тартып алады. Оны бұлай бейнелейтін боламыз. Осы жерде көріп тұрғанымыздай сыртқы қабатында орналасқан крест, яғни айға сызық, бұл литийден келген электрон. Және бұл жалпы электрондық бұлтты сипаттайтын болсақ, осындай болатын болса, электрондардың жылжуы мына жаққа орналасқан, және де бұл жерде полярлық деңгейі, яғни полярность дейміз, полярность деңгейі 4-тен 1-ді азайтамыз, яғни фтордан. И бұл жерден 3-ге тең болады. Полярлық 3 дегеніміз өте полярлы қосылыс деп атайды. Яғни мына жақта плюс, мына жақта минус. Яғни бір жақ басымырақ электронды тартып алу қабілеті. Осыны біз Льюис диаграммасы деп атаймыз. Келесі сабақта біз көретініміз металдық және де металдық, иондық және коваленттік қосылыстарға назар аударатын боламыз. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Әрдайым сабақ оқыңыздар.
химияны, физиканы, математиканы тереңірек түсінгіңіз келсе, және де сабақты жеке алғыңыз келсе, төмендегі номерге хабарласыңыз.